Құрметті оқырмандар, әңгіме басталмас бұрын лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Және бізді қайғылыдан тыңдап отырғандарыңызды жаза кетіңіздер. Мен ауылдың шетінде жатаған екі бөлмелі лашықта өмір сүрген қыз едім. Күн сайын таңертең тұрып қораға жүгіретін, шелегімен сүйретіп су таситын, пеш жағатын, іні-сіңлілеріммен нан таласып өсетін. Балалық шақ менің тағдырымның ең тұнық беттері болып қала бермек. Мен үйдегі жалғыз сұлу қыз едім. Әкем сондай жуас, мейірімді жан болатын. Маған күнім дейтін, басымнан сипап, құлыным, сен бір күні аспанда жарқырайсың деп күлімсірейді. Сол сөздерге сен, ағам, сіңлілерім, інілерім, бәрі анама тартқан. Мен ғана тек әкемен сырттым. Анам бізге көбінен салқын қабақпен қарайтын. Жұмысы, уайымы көп болды ма, әлде жүрегінің түбінде бізге деген реніш болды ма білмеймін. Бірақ ол біз үшін ешқашан уайымдап қам жемейтін. Мектеп формасы жыртылса да жаңасын әпермейтін. Киімді көбіне апайларымыздың киіп өстік. Соған қарамастан мен әрдайым таза, жинақы және көзге түсетін қыз болуға тырыстым. Бала күнімнен ән айттым. Радиодан шыққан ескі әуендердің бәрін жатқа айтатын. Мектепте ән салып жүріп, кештерде танылып, ауылдың кішкентай жұлдызына айналдым. Ән айтқанда бәрі тына қалатын. Ал менің жүрегімді сілтеп өмірге ғашық болып кетеді. Арада жылдар өтіп жатыр. Мен де бой жетіп ұзын бойлы сұлу қыз болдым. Ел сүйсінетін даусым бар. Түрімде, мүсінімде жігіттерді тамсандыратын еді. Ағам ол жылдары мектепті әлдеқашан бітіріп Астанада жұмыс жасап жүрді. Қара торы сұлу жігіт еді. Құрбыларым жиі айтатын. Астанадан жұмыстан келген еді, кеш келген еді. Шымылдық деп жатып қалды бірде. Жолдан ұсынып қалған деп ойладық. Сол күні әке-шешем той-тойлап қонаққа кеткен. Таңға жоқ келді. Әдеттегідей бәріміз ұйқыдамыз. Таңертең ағамды ояттық тұрмады. Түскі уақытта ояттық тұрмады. Сол күні ағамнан айырылғанымызды кеш білдік. Өкініш өртенді. Ол ағайда жұмыстан енді келіп, шай тамағын ішкелі жатыр екен. Орнынан атып тұрып, құралдарын алып үй жаққа қарай жылдамдырды. Әлде мұқтанып келемін. Ағам тек есінен танып ұйықтап жатқан секілді, бірақ ол емес екен. Бұл өмірден қоштасқаннан кейін әкеме бұл өте қатты соққы болды десем болады. Ол екеуі күн сайын ақша жинап, өз қолдарымен жаңа үй тұрғызамыз деп армандап жүретін. Қаншама жоспарлар, армандар бәрі әп-сәтте күл-талқан болды. Ағамның 40-ын өткізуге дайындалып жатқан еді. Үйдің іші азалы, үнсіздікке толы. Көңіл балаңдап, жүрегім ауырып тұрса да жамандыққа қимай жүрдім. Сол күні әкем мал сатып алам деп үйден шыққан, бірақ сол сапар қайтып оралмай жол болыпты. Сөйтіп жүргенде ақыры бір күннен кейін сүйегін таптық. Қораның артқы жағында орналасқан. Ескі ашық. Ол құдықтың беті баяғыда ескі шешіммен ағашпен жабыла салған еді. Әкемнің аяғы тайып кетіп, ішіндегі тат басқан темірге қара құсы тиіп, сол сәтте өмірмен қоштасқан екен. Анам жесір жатанғалы әбден құстай. Бұрын әкемнен бата алмай жүрген екен. Алдымен қайныларымен, кейін көрші еркектермен жақын болғанын естідім. Түрдесің түрде жоқ, сонда деймін, қай жеріне қызыққан екен еркектер. Кәдімгідей былшиған, қарны салақтаған әйел, үнемі қолтығынан иіс шығып жүретін. Бірақ сондай болса да еркектермен жақын болып жүрді. Мен оянып кеттім. Анам орнымда жоқ, шошып кеттім. Бір жағдай болды ма деп. Әлгі сарайдан жатқан бір түрлі дыбыс шықты. Жетіп барып есікті ашқанда көрген көзімді ерсіз жұмып алдым. Есікті ашқанда анамның нашар иісімен көрші еркекпен басқа жерден шыққан иістері бұрқыта қалды. Анам жалаңаш, еркек жартылай. Сөйтіп олар өз дегенін жасап жатыр екен. Қаншалықты жиіркенгенімді сөзбен айтып жеткізу қиын болды. Әйе басталған еді.
Астана күніне концерт қойылатын болып, клубтағы ағай көлігімен үйге келіп мені алып келді. Бұрыннан солай әкетіп жүретін. Жасы 40-тан асқан. Дайындық басталып, өзімді әнге арнап, беріліп ән шырқап бәрін ұмытуға тырыстым. Менен бөлек оқушылар жігіт қыздар болды. Әлгі ағайым қайтар уақытта көлігіне бәрімізді тиеп, үйіне таратып жүрді. Тек мені ғана қалдырды. Кәдімгідей батып кеткен. Үйдегі дайындықты кешкі 6-та шыққан едім. Түнгі 10:30-ға дейін дайындық болды. Одан оқушылар таратып 11-ден асып барады. Әлгі ағайым қайтар жолды басқа жаққа бұрып алып кетті. Ішім алайдылей. Жақында ғана анам мен көрші еркектің бір-бірімен алысқаны көз алдыма келді. Мына ағайды соны жасайтындай көрінді. Ағай, неге басқа жол? Қайда баратырмыз? Қорқ, есіркегенді айтты. Ол маған бұрылып, сені жарқыраған жұлдыз болу үшін дайындықтың бірінші сатысын өткізейін деп жатырмын деді. Егер әнші болып бай болғың келсе, бәріне көнесің деді. Сөйтіп, көлік айдалаға тоқтады. Әлгі ағайым есігін ашып, мені, егер сен бүгін барыңды көрсетсең, сенің қызығыңды бірінші мен көруім керек. Алдағы уақытта сені танымал әнші қыламын. Қазақстанның атақты әнші деп ағайым өсті. Оның жаманшылық жасайын деп тұрғанын біліп, сезіп қашып кеткім келді. Бірақ қашып кете алмады. Ол мені әбден қорқытты. Егер бұл жағдайда айтсаң, өзің масқара боласың деді. Сүйретіліп үйге келдім. Анам жоқ екен. Оның қаңқуымен қыдырыс таусылмайтын болды. Тағы да көрпе астына тығылып жылап жатырмын. Сондай қорланатынымды неге алдын ала білмедім екен деп. Ұзамай әлгі ағаймен жақын болып, көңілдесі болып, біраз жерден бас жүлде алдым. Ол жүлдені ақшамен емес, басқа жолмен таптым. Мектеп бітіруге таяп қалғанда бір сайысқа бардым. Жюри ең үлкендеу қарт кісі екен. Сонымен бірге бұл болды. Балғын жас денемді сыйладым. Атақ үшін әлгі сорлы шалға сорланып айтқанын қалдым. Ертеңіне ұшынып ауырып қалдым. Бояумен әзір жасырынып әрең дегенде сахнада жүрдім. Бас жүлде алдым. Бірақ еш уақытта қуанған емес едім. Мектеп бітіруге санаулы күн қалғанда сыныптағы құрбымның ағасы іздерден келіп мектептегі ұстаздарына сәлем беруге ішке келді. Біздің мұғалімге сәлем беруге келген ғой. Сыныпта отырғанбыз. Көбіне сабақ бола бермейді. Бітіруге дайындық деп апайлар сабақтан босатып қойған. Әлгі сыныптасымның ағасы кіріп келгенде алғаш рет жүрегімді етті. Алғаш рет жігітке ғашық болдым. Баяғы ауылдан көреді. Бірақ бұлай аса мән бермеген екенмін. Әлгі жігітке тесіліп қарап қалып, ол да маған күліп қарағандай болды. Сөйтіп, содан дос құрбыма жабысты. Ағаңа ғашық болып қалдым. Ол сондай өзгеріп кеткен. Міне саған алғаш рет ғашық болып қалдым деп, сол жерде бүкіл қыздар еститіндей ашық айтты. Ертеңгі сыныптағы құрбым мәз болып келді. Сені ағамдан ұнатып қалыпты, кездесуге шығасың ба деп қарапты. Иә, кездесуге шығамын. Нешеде екен дедім. Солай біздің алғашқы кездесуім болды. Өлерге ғашық болдым. Ол жігіт те мен десе баяғым барлығына даяр болды. Мектеп бітірген соң кешкі отырыста келді. Сол күні етекрім жауап келетін күн еді. Соны пайдаланып әлгі жас еш уақытта төсекте болмаған ғашығыммен жабысып оны дегенмен жеттім. Сол түні бірге болған біздер махаббатқа күйіп, мен аттестат алғанша кездесіп жүрдік. Аттестат алған бойда ол мені алып қашып әйел етті. Ата-енем мені жақтырмай біраз жыл бойы бөлек тұрып, осы жылдары ғана арамызда сыйластық бар. Күйеуіме ғашық болғаным сонша атақтан, әншіліктен бәрінен бас тартты. 18 жасымда тұрмысқа шығып, 28 жасымда құрсақ көтердім. 10 жыл бойы емделдім. Неше түрлі инфекция болды. Күйеуіме айтпай емделдім. Күйеуім үнемі военный жұмыста жүргесін көп сырымды біле қоймайтын. Десе де Аллаға шүкір, мені еш уақытта тастап кетпеді.
Анаммен араласпаймын. Бауырлармен де араласпай кеттім. Інілерім әр қалада қаңғып жүр. Сіңілдерім анам және мен сияқты жеңіл болған екен. Ата-енем сол үстінде мені жақтырмаған шығар. Құдағи деп анамды үйіне шақырмаған. Себебі ол оның қандай әйел екенін білген екен. Бір жылдары естідім. Анам айтыпты, шалқардың ең тәуір қызын біз алған екенбіз деп. Сол кісі шамалы дүлей болды. Барлығы анамның кесірі ғой. Бірақ өзімнен де кінәм бар. Марқұм әкем біраз уақыт бойы әнші болма қызым деп жиі айтатын еді. Тыңдамап едім. Әттең, әкеме еркелеп, бұртиып жүруші едім. Кезінде мені алдап, керемет сені әнші қыламын деген ағай түсіме түскен екен. Тағы да оқушы қызды білген жасап. 8-ші сыныпта оқитын әкесі біздің туысымыз, анамның көңілдесі болған екен. Оның шешесі қызы үшін күресіп әділ жаза орнатқан екен. Қалай, иә, кезінде көз жасыма қарамай сотталған ағайда қызы абыройын төккен әкеде мені қорлап еді. Менің жылап айтқан қарғысым орындалыпты. Бірақ туыс сіңіліме жаным ашиды. Тағдыры олай боларын білмедім. Тек әлгі екі азғын жазасын алса екен деп қарғап едім.